Ассалаумағалайкум. Уалейкум ассалам. Қал күйіңіз қалай? Аманшылық. Жақсы жүріп жатырсыз ба? Жүріп жатырмыз. Ал енді Қазақстан жаңалықтарынан айтып отырыңыз. Қазақстан жаңалық күнде жаңбыр. Күн жылынбады ма? Жылынбады ма күн? Жылынбай тұр. Кеше бір күн ыстық болды әйтеуір. Ойбай міне. Маусым болып қалды. Англияңыз, Мюнхеніңіз қалай болып тұр? Ой, Мюнхен бүгін жылы. Жүрсе 10 неше градус, 20 градус сондай болып тұр ғой. Тұрақты. Кейде бір жаңбырлатып кетеді, бір апталап. Осындай болып жатыр. Бай болаттар Вашингтонда жүретін ғой, Гүлзираның үйінде түскен суреттерін жіберіп қойыпты. Иә, көрдім Фейсбуктан. Енді бұлар жан-жақтан жиналып жатыр екен. Жақсы үрдіс. Көп боп біріккен, берекелескен. Жақсы да. Енді өзіңізде бірталай халықаралық жиындарға қатынастыңыз ғой. Ұйғыр ұйымдарының, Тибет ұйымдары, тайвандықтар, әр жақтан, гонконгтықтар дегендей, әр жақтан жиналады. Біздің қазақтарда әзір осы Шығыс Түркістан қазақтары бірталай адам шықты. Осы Қытай геноцидіне қарсы адамдардың өзінен, лагерь куәгерлерінен, белсенділерден және туыстарын іздеушілерден, арызданушылардан болып бір қанша адамдар шықты. Бірақ енді әр мемлекетте болып тұр ғой. Енді осы Америкаға біраз жиналыңқырап қалды. Бұл жерде ендігі әңгіме осындай халықаралық ірі кісілік құқық қорғау ұйымдарын жиындарына қатысу үшін, мәселен Біріккен ұлттар ұйымы және сол сияқты ірі халықаралық ұйымдарменен барыс келіс жасау үшін бір ұйым керек. Бір ұйым керек. Сол ұйымның айналасына топтасу арқылы Шығыс Түркістандағы жойылу алдында тұрған 3 миллион қазақтың қазіргі ахуалын жеткізуге болады. Әлемдік аренада қорғауға болады. Мүддесін, адамдық құқығын. Енді бұл жақсы үрдіс, әзір енді бір жерге жиналып жатқан. Иә, сол суреттен Ерланның семьясы отыр. Гүлзираның үйінде, Тұрсынай да бар екен. Жалпы Вашингтон енді Америка әлемдік саясаттың центрі ғой. Көптеген негізгі саясаттар Америка парламентінде қаралып барып, әсіресе мына Шығыс Түркістанға байланысты кейбір мәжбүрленбек, кісілік құқық қорғау туралы белгілемелердің соларды қалай қорғану керек, қалай ол жердегі ұйғыр қазақ қатарлы түркі халықтарының мүддесін қорғау керек. Мықты, батыл шешімдерді осы Америка үкіметі қабылдады, парламент. Енді біздің қазақтардың өзің айтып жатсың, шетелде бір ұйым болу керек деп. Мына Дүние ұйғыр құрылтайы, Тибеттің ұйымы және Тайванның, Шанганның ұйымдары сияқты қазаққа да бір шетелдегі қазақтардың, оның ішінде әсіресе мына Шығыс Түркістандағы тілмен діні әсмелесе ұшырап, діні шектеліп жатқан мәдениеті
ассимиляция ұшырап жатқан қазақ халқының құқық мүддесін қорғайтын ұйым керек деп жазсың. Бұл қандай қажеттіліктен туып жатыр сонда енді деп ойлайсың? Бұл істе мәселен әзіргі мына шетелге шығып жатқандардың бәрі бір куәгер ретінде қанады. Ол жеке бір адам күйінде қалып қалады бұл әңгіме. Сол неде Шығыс Түркістанда, Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақтың атынан барып жатқан жоқ та, бұл жерге. Зардап шегуші куәгер ретінде ғана да, бір жеке бас үшін барып жатқан сияқты әңгіме болады. Ол бір адамның куәлігі ғана болып қаралады. Ане жердегі жалпы 3 миллион қазақ, мәселен, әлемдік жиналыстарда Қытайдағы 3 миллион қазақтың тілі жойылып жатыр, мектептер жабылып жатыр, діні жойылып жатыр, бүкіл ұлттық кемсітуге ұшырап жатыр, лагерьдерде қамалып жатыр. Ол мәселен енді бір 30-40 жылда ол жерде қазақ мүлде жоқ болады деген әңгіме айтылған жоқ. Мәселен, айтылады ұйғыр қазақ қатарлы ұлттардың мәселесі деп айтылады да, бірақ ол жерде сол жерге ұшырап жатқан сол қазақтың мүддесін қорғайтын арнаулы бір ұйым ретінде, мәселен, қазақтың Шығыс Түркістанда 3 миллион қазақ зерттеліп жатқан жоқ қой, былайша айтқанда. Ұйғырларды зерттеу 30 жылдан асып кетті. Ұйғырларды зерттеу тарихшылар әзір көбі. Ана күнгі ана бір зерттеуші 85 жылдан бері зерттеп жатырмын деді. 40 жыл болды деген сөз. 40 жыл. Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақты зерттеп, ол туралы бір қорытынды шығару, бұл қазақтың мәдениетін қалай сақтап қаламыз, тілін қалай сақтап қаламыз, ресми ұлт ретінде қалай сақтап қаламыз, және адамдық құқығы қорғалып жатыр ма, жоқ, енді қалай қорғалады деген мәселелер ол қазақтікі арнаулы ешқашан зерттелген де жоқ, айтылған да жоқ. Ол бір сол үшін бұны көтеретін, оны ұйымдастыратын, әр жерлерге өтінішті жазатын, барып отырып, мәселен, Біріккен ұлттар ұйымының кісілік құқық комитетінің жиынында да сол үстелге шығып отырып, осыны қозғайтын ұйым керек. Ол жерде куәгер сөйлетпейді Біріккен ұлттар несінде көбінде. Көбінде ұйымның жетекшілері сөйлейді, ұйым атынан сөйлейді. Мен Шинжаңдағы 3 миллион қазақтың уәкілімін. Ол жерде 3 миллион қазақтың көріп жатқан күні мынау. Мен өзім сол жерде туылғам, сол жерде өскем, менің пәленім әлі сол жерде, түгенім әлі сол жерде. Солардың қазіргі қал жағдайы қалай? Олар қайда? Деп бір ұйым атынан, ұйым болғанда Шығыс Түркістан қазақтарына уәкілдік ететін ұйым атынан сөйлеу керек. Соған әзір осындай ұйым өте қажет болып тұр біз үшін. Енді біз жеке басымыз әр жерге барып, жиналыстарға барып сөйлеп кете береміз. Ол жалпы Шинжаңдағы геноцид туралы біреу айтты деген ғана сөз. Суретіңмен бір немнеге кетесің, қиын болса бір хабар ошар бірдеңеге. Бұл енді бұл нәрсе 2017 жылы Шығыс Түркістанда сол ұйғыр қазақ қатарлы азаматтарды себептен себепсіз ана болды, мына болды, барып қамай бастағаннан кейін басталды ғой енді. Атажұрты еріктілер ұйымы құрылды. Өзінде соның ішінде бір кісілеріне қаншама жылдан бері осы нәрселерді көтеріп келе жатырмыз. Бірақ бұл мәселен дүние ұйғыр құрылтайы, дүние халықара Тибет босқын үкіметі, Тайвань, Шаньган және басқа да ұйымдар. Олар Біріккен ұлттар ұйымының өзің айтқандай кісілік құқық комитетінің жылда ашатын жиындарында немесе басқа да жиындарында көтеріп келе жатыр. Өткенде сол жерде мен Вашингтонда болған кезде тағы да бір сол құқық қорғаушы екен, ода
бір ұйымның жетекшісі. Ол да сұрады. Сендердің қазақтың ұйымдары бар ма халықарада? Халықаралық деңгейдегі деді. Мәселен, Вашингтонда немесе Еуропада деп менен сұрады. Жоқ, халықаралық деңгейдегі жоқ. Сол тек Қазақстан мемлекетінің ішінде деп осылай айттым. Сонымен бір халықаралық деңгейдегі ұйым не көріп жатсыздар, мына ұйымдардың бәрі шығып сөйлеп жатыр. Халықаралық деңгейдегі ұйым керек екен дегенде де біреу айтып қалды. Ол ойымызда бар, ойласып жүрген нәрсе деген сөздерді айтып қалдық. Енді жігіттеріміз Вашингтонға жиналып жатыр екен. Осы ұйым қажет пе жоқ па дегенде айтып жатсың, қажет. Ол жерде де бір қауым ел жасайды, Шығыс Түркістанда 3 миллиондай қазақ жасайды. Оның осы ұйымдармен бірге отырып, халықаралық деңгейде құқығын қорғайтын ұйым қажет деп отырмыз. Солай емес пе? Енді біреулер айтады дейді, қазір Шинжаңда, Шығыс Түркістанда бәрі жақсы, лагерь, мынау қамау, ұстау, негізінен тоқтады оның бәрі деген нәрселер бар. Осыған қарай қарайсың. Ол жердегі біздің кадрлер, ұлттық кадрлеріміздің қолында қожау паспорт жоқ. Оларды неге жібермей отыр? Ол Шығыс Түркістандағы ол қамау, ұстау жоқ болды деген ол бекер сөз. Ол уақытылы біраз бәсеңсіген болуы мүмкін. Қытай үкіметінің өзінің саясатының қажеттілігіне қарай. Мәселен, оларды қатаң бастырады кейбір кезде. Саясатының қажеттілігі ғой. Кейде қоя бере салады. 80-ші жылдар қандай болды, 90-ші жылдар қандай болды, 2000-ші жылдар қалай болды, оның бәрін оны жоспармен жүргізетін әңгіме саясат дегенде. Оның бәрін бір күнде бір жолата төпештеп үйтіп кетпейді. Бірде бос, бірде қатаң, бірде бос, бірде қатаң. Ол Қытай коммунистік партиясы тұрады екен, ол саясат тоқтамайды ешқашан. Ол жердегі қазақтың несі де қорғалмайды, мүддесі де. Сен қазақ, ол жерден шыға алмай жатқан қазақ, ол қалай қорғайды ол жерде мүддесін? Сол өзін езгілеп, өзін соққылап жатқан үкіметтен барып қорғай ма? Сол үкіметтен барып өзінің құқығын қорғауды сұрай ма? Ол мүмкін емес жағдай. Бұны екінші жағынан Қазақстан үкіметі де қорғай алмайды. Қазақстан үкіметі араласа да алмайды оған. Қытайдың ішкісі деп келе жатыр. Әрқашан Қазақстан үкіметі қанша сұрақ қоясыз, ол Қытайдың өзінің ішкісі дейді. Мысалы, Қытай саясатында Қазақстанды бәлендей бір өзінің саясатын әсер ететін ел деп санамайды Қазақстанды. Қазақстанды емес, Американың өзіне дұрыс жауап беріп отырған жоқ. Қытайыңыз әзір. Геноцид басталған кезде анау сыртқы істер министрі Қайрат кім еді, анау Әбдірахманов пе еді? Әбдірахманов. Сол кісі сыртқы істер министрі болып тұрған кезде 2 рет нота тапсырды. Осы Қытайдағы қазақтардың арызданы өте көбейіп кетті ғой. Бүтін сыртқы істер министрлігін арыз басып қалды десек болады. Сол кезде 2 рет арыз нота тапсырды, екеуіне де жауап бермейді ол жақ. Бұл бір. Ал жауап бермеді дегеннен келіп шығады, осы мына Алматыда, Қазақстанның Алматы қаласында Қытай консулының алдында 3 жылдан бері 1000 күннен аса 15-те адам, аналарымыз Қытайдағы ең жақын туыстарын жоқтап, не себептен сотталғанын біле алмай, кейбіреулері сол жерде түрмеде қайтыс болды. Осылардан Қытай елшілігінен бір ауыз жауап ала алмай отыр. Неге жауап бермейді? Осы туралы қалай ойлайсың? Ол Қытай оларды Қазақстан үкіметінің қолымен басықтырғысы келеді. Оларға жауап беруді қажет деп те танып отырған жоқ Қытай үкіметі. Бізде ондай лагерь, геноцид, ұлтты жою деген әңгіме бізде жоқ деп Қытай әрқашан солай интервью беріп келе жатыр. Бәрінде солай береді де комментарийді. Бізде ондай әңгіме жоқ дейді ешқашан. Сол үшін Қытай консулының алдына келгендер не үшін келіп жатыр? Туысын жоқтады, әйтті бүйтті. Оған жауап берудің қажеттілігі жоқ. Мына жерде
бізді Қазақстан үкіметі қорғауға міндетті. Қазақстан үкіметі өзі шешсін дейді. Соны Қазақстан үкіметі оларға штраф салады, қамайды. Өзіңмен өз етіңді өзіңнің майыңмен қуыру саясаты ғой Қытайдың. Жамандассаң өзіңнің үкіметіңмен жамандасып жүре бер дейді. Оларға жауап беріп шешкісі де келмейді. Тек Қазақстанда ғана емес, әрқандай осы Қытай елшіліктерінің алдына барып ереуілдер өткізіп жатады дүниенің әр жерінде. Соның ешқайсысына Қытай шығып жауап бермейді. Бізде Минхунда неше рет бардық Қытай консулының алдына. Оны бір рет шығып, бір Қытай жауап берген емес. Жауап бермейді. істеп жатқанымыз дұрыс дейді ғой, бізде ондай нәрсе болмаған, анау. Иә, бұның бәрі мына батыстың еліктіруіменен Қытайға орнықсыздық алып келетін күштердің жасап отырған ісі деп олар солай таныстырады шетелге оның бәрін. Әмәлиятта ішінен қанша куә шығып жатыр, қанша істер ашық әшкереленіп жатыр. Mesela соттың тәуелсіз Лондон сотының үкімі де шықты. Біріккен ұлттар ұйымында бір емес екі рет Шинжаң мәселесі туралы мәлімдеме жасады кісілік құқық комитеті. Оның бәрін Қытай мойындамайды. Мойындамаса да мейлі, бірақ о жердегі жағдай туралы куәні біз шығара беруіміз керек та. Әрқашан. Әзір басқа жол жоқ. Сол енді аналарды кезінде бастап шығып жүрген Байболат, Ақиқат қатарлы жігіттер болды ғой. Байболат қазір Вашингтонда. Міне жерде енді өткенде 1000 күннен асқан бірдемесін көрдік, аналарымыздың шыққан видеосын. Байболат Вашингтонда енді осы олар жалғастырады деп ойлайсың ба, қалай? Енді жалғастыру керек. Енді Қазақстанда олар 1000 күн, 1100 күн тұрдық деп айтып келе жатыр. 3 жылға таяу деген сөз. 1100 күн дегеніміз оңай уақыт емес қой. Аз уақыт емес. Аз уақыт емес. Ешқандай жауап ала алмады, нәтиже болмады. Иә, 3 жылдан асты. Енді 3 жыл бола ма, 1100 күн болыпты. Бұл оңай уақыт емес. Енді Америкада о жерде де осы нақты зардап шегіп жатқан адамдардың дәлеліменен, дәйегіменен Америкада, Америка үкіметінің алдында, парламентінде Американың және сол жердегі Қытай елшілігінің алдында әрқашан бұл істі көтеру керек. Қазақстанда талап қою керек. Бұлар енді Қазақстанда түрлі жақтан кедергілерге ұшырады ғой. Бірі үкімет жағынан штраф қою арқылы, бірі мәселен мына ішкі істердің күшіменен Қытай консулының алдына жолатпайды. Өзімізде бірнеше рет бардық қой, қал сұрап көрдік. Қытай консулынан 100 метр жерге жолатпайды ары қарай. Өстіп ұстап отырса, екінші бір жағынан анау өзінің басқалай күштері арқылы бұларға күш көрсетіп, қорқытып, мәселен Серікжан Біләштің адамдары арқылы күш көрсетіп отырды. Бұлардың атынан ақша жиып алып, бұлардың штрафын төлемей қойып, ақшаны оны Серікжан Біләштің адамдары жеп кетті. Оның сыртында бұларға әрдайым қоқан-лоққы жасап отырды. Байболатқа да, басқаларға да, Қытай консулының алдына шықпайсыңдар, партия құрылған күні шықпайсыңдар, пәлен күні шықпайсыңдар, түген күні шықпайсыңдар деген сияқты жеке бірден қоқан-лоққы көрсетіп отырған, шақырып алып янаттаған кездері де бар. Бұның бәрінің арт жағында Қытай тұр ғой. Қытай біреудің консулының алдында кешкеден айғай-шу шығарып отырған туысын іздеген оларға ұнамайды ғой. Ешқандай жерде болған жоқ. Бұл Түркияда да болған жоқ ондай ұзақ Қытай консулының алдында ереуілге шығу. Мейлі қандай демократиялы елдерде жасап жатқандарда да ондай табандылықпен шыға алған жоқ ешкім. Сонда Байболаттың Америкаға баруы осы істің алға қарай біраз
жүруіне ықпал етеді. Сонымен бірге ол жазып сызып Америка үкіметі парламентіне кіргізуіне үлкен қолайлық туып тұр дейсің осы. Иә, енді бұл істердің бәрін бір мезеттік, бір сезондық, болмаса бір адамның тағдыры деп қарамау керек та. Бұл ұлттың тағдыры. Біз туып өскен Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақтың тағдыры. Үлкен жақтан солай қарамасаң, сен бір бөлшексің. Сен бір ұсақ бөлшексің. Үлкен жақтағы жағдай қалай болады? Сенің жағдайың соған қарай өзгерісте болады. Жалпы Қытайдың жағдайы қалай болады? Ана 3 миллион қазақтың тағдыры да соған қарай өзгереді. Бұл жерде әзір әлемде бүкіл Қытайға қарсы күштер бірігіп жатыр. Қытайдың өзінен шыққан, өзіңіз білесіз. Ұйғыр, Тибет, Тайвань, Гонконг, фалунгоншылар, демократ Қытайлар. Мейлі, бәрі осы Қытай коммунистік партиясының саясатына қарсы күштер. Қытай коммунистік партиясына қарсы күштер. Бұлардың бәрі бірігіп жатқан жағдайда осылардан ісіне көмекші болып, осылармен бірлесіп отырып жұмыс істеу керек. Жаңағы айтып отырған ұйымымыз тура осыған керек қой. Біз ол жерге жеке адам болып барып қатынасқан, жеке күйінше қала бересіз. Бір ұлттың атынан барып қатынасу үшін ұйым болу керек. Соның бәрі әзіргі жағдай, атмосфера соған әкеп отыр ғой. Бәрі соған итермелеп отыр. 2017 жылдың басынан бастап сол қазақтарды себепсіз Қазақстанға барып келгендігі үшін, немесе Қазақстанға келіп жұма намазына қатасып қойғандығы үшін, ол кездегі WhatsApp-тың ішіндегі бір діни уағыздар, діни кітаптар, ана-мына үстіп соттай бастады ғой енді. Өздерінің Шинжаң діни университетін бітірген, қолында моллалық книжкасы бар молладарына дейін бытырлатып ұстап соттай бастады. Сол кездерде арызданушылар да Атажұртқа келіп көбейді. Енді Атажұрт өзіңіз білесіз, 2017 жылы 5 айдың 15-інде осы жылдың ортасында Қытай консулының алдында Атажұрт еріктілері болып құрылған ұйым. Ол кезде Қыдырәлінің жігіттері бар, басқа да сол барлығымыз сол жерде тұрып, осы ұйымның құрылатындығын жарияладық. Қытай елшілігінің алдында құрылды. Атажұрт еріктілер болып. Сонымен іле-шала өздерің келдіңдер. Енді Сержан туралы айтатын болсақ, Сержан Атажұрт ұйымын мен құрдым деп, ана Еркін Азияның Қытай тілі бөлімінде кеше мен нақтылап оқып шықтым. Осылай сұхбат берген екен. Енді ол бұл жерде ұйымға таласу емес. Ол және да айтып кетейін, 2017 жылы Қытай консулының алдында Қыдырәлінің 50-60 жігіті сол жерде тұрып, ол арада мен де бармын, сол жерде құрылған. Қайтып ертеңнен бастап Қыдырәлінің офисіне жиналдық. Сонымен ақырындап Ербол өздерің келдіңдер. Ал Серікжанның келуі одан кейін 4-5 айдан кейін Қыдырәлі өзі шақырып алып келген. Ол кезде жарқын жетіп өзінің лекцияларын айтып жүрді. Қытайдағы бір қазақ қалғанша көрсем деген Серікжан қазір Қытайдағы геноцид негізінен аяқтады, болды, ол теманы қозғамасақ деген сөздерді еміс-еміс айтып қалып жатыр деп естіп жүрміз. Соған қалай қарайсың? Расында аяқтады ма? Ол Серікжанның ол сөзінен нені түсінуге болады? Серікжанның ол аяқтады, енді бітті, бұл істі енді көтерудің қажеті жоқ дегеннің бәрі, ол енді белгілі міндеті бар екенін түсінуге болады ғой. Ол Атажұртты паршалап болды. Лагер куәгерлерін пәлен заман ұстап отырды, ешқайда жібермей, шетелге шығармай. Амал бар. Қазақстанның ішінде құр ютубта ушу жасап қойып, қазақты өзімен өзін алыстырып қойып, бұл іс назардан тыс қалып, үздік создық, мына кейінгі 2019 жылдан кейінгі 5 жылда бұл істі солғындатып барып, аяғын құрдымға жіберу, ол планмен болып жатқан әңгіме. Серікжандікінің бәрі. Қытайдағы жағдай жақсарып кетті деп кім айтады? Жағдай жақсарып кетсе, біз неге туыстарымызбен сөйлесе алмаймыз? Біздің туыстарымыз неге емін-еркін Қазақстанға келіп кете алмайды? Біздің туыстарымызды неге кешке дейін апарып тергейді?
сол жағдай жақсы болып кеткені ме? Жағдай жақсы болып кетті деген боқ жеген сөз. Ол Серікжанның аузыменен айтып отырған сөзі ол. Ол оған солай айт дейді. Сонымен сөйтіп айтады да. Бұл 2017 жылы басталған бұл күрес мына еріктілердің топталуыменен бұл ерекше жақсы жоғары деңгейде көтерілді. Ендігі күрес олай болмайды, мүмкін емес. Еріктілермен көтеруге мүмкін емес, келмейді. Бұл әр жақта жүрген адамдар ол бір жерге бір кезде жинала алмайды. Бұны тек ұйымдық құрылымменен көтеру керек. Басқа жол жоқ. Ұйымдық құрылым, қалқарада осыны қолдайтын күштердің көмегіне сүйеніп, басқа күштердің. Серікжанға келсек, бұл енді бұл істі артқа создырды. Бір кезінде мына Лондонда тәуелсіз ұйғыр соты болған кезде білесіз, біздің 3 азаматымыз келіп қатынасты. Ерекше жақсы болды. Міне бұл қазақтың беті жарық, жүзі жарық жүру үшін сол 3 азаматтың Серікжанның сөзін тыңдамай келіп қатынасуын біз үлкен ерлік деп бағалауымыз керек. О кезде Серікжанға айтты, әр қайсысының үйіне барып, ұнын су майын көтеріп, ойбай Лондонға барсаңдар болмайды, Лондонға барсаңдар сотталасыңдар, әйтесіңдер, битесіңдер деп бәріне кедергі келтірді. Тіпті Лондон сотына шығатынның алдына дейін телефондарына тыныштық бермей, сонда Қытай осылардың қолыменен кедергі жасап отырды ғой. Қытай өзі шықса беп белгілі болып қалады. Сол үшін Серікжанның адамдары арқылы шықты. Болмаса оларға қаншылық қажеттілік, соларды Лондонға жібермей қойғанда оларға не пайда түседі? Әңгіме бұл Қытай. Ереке, Серікжан Қытайдағы лагерді ашушымын дейді. Сонымен бірге Қытайдың көкесінің көзіне көрсетушімін деп, қазақи тілмен айтқанда. Ол солай айтып жүр, мына жақтан Лондон сотына жібермейді. Қаншама әсілі бір 7-8 адам баруға тиісті болған, біз білеміз ғой. Оны көп қалып қойды да алып қалды жаңағындай тәсілмен. 2-3 адам барды. Сонда бұл лагерді ашушы ма, жоқ? Лагерді көмескілеп ақырындап Шинжаң Шығыс Түркістан мәселесін жоқ болдыға кетірмекші ма? Ол солай ғой, су аяғын құрдымға келтіріп, алдыменен өзі сол лагерді ашушы, әлемге жариялаушы кейпіне еніп алып, мәселен ол Серікжан болмаса да ол іс көтеріледі. Бұл жерде көтеріліп келе жатқан атажұрт құрылып, ел атажұртқа жиналып, ол сол кезде келген адам. Ол бір атажұртты құрған адам емес, атажұрт ұйымдастырған адам емес. Ол әбден құрылып болған ұйымға бұл жерде ең үлкен еңбек деген мына нелердікі, куәгерлердікі. Лагер куәгерлері бұның көйін туысын іздеуші, арызданушы, сол адамдардың күші. Бұл жерде бәрін жоғары деңгейге көтерген. Ешқандай куәгер шықпай қойса, сен жалғыз өзің 1000 айғайла, 1000 адам шығып айғайласын, оның бәрі бір тиын. Қаншама тілші келеді, қанша ұйымның адамдары келеді, елшіліктің адамдары келеді. Солар кімді іздейді? Куәгерді ғана іздейді. Куәгермен ғана сөйлеседі. Сенің ол активистсің, ұйымның басшысың, анаусың, мынаусың, оның бәрі бір тиын. Ал Серікжан сондай болса, Серікжаннан Америкаға барғалы неге ешкім сұхбат алмайды? Ешкім тіпті сұхбатты алған жоқ, ешкім куәлікті алған жоқ одан. Оның керек жоқ. Енді өзің білесің, Америкада еврейлердің ықпалы өте жоғары. Саяси жақта болсын, экономика жақта болсын, өткендегі мына Нью-Йоркта ашылған халықаралық кішілік құқық қорғау жемін сол еврейлердің ұйымы ұйымдастырды ғой. Сол ұйымға да шақырту алмаған. Енді ол халықаралық деңгейдегі кішілік құқық қорғаушымын, бүйтіп жүрім дегенде неге оны білмейді елдер? Сонда өзі бар ба, сен сол жолдың шетінде, көлдің бойында, өзеннің жағасында осылай айтып кете бере ме? Сонда нақтылық. Тоқтар, мен сізден бірдеңе сұрайыншы. Алға сіз Вашингтонға бардыңыз ғой. Вашингтонға барып, мына Шығыс Түркістанның
басып алынған территория туралы құжаттарын өткізу туралы сенатқа бардыңыз. Сол кезде бір видео түсірдіңіз. Сонда мен соған қарасам, ана жерде бірдеңеге көзіңіз жеткен сияқты да. Сол енді бұл болмайды екен дегеннен кейін ана видеоны түсіріп отырсыз ғой. Ол жерде сенатқа кіргеннен кейін сенаттың Қытай істер бөлімі, сыртқы істер бөлімі дейтін, одан кейін кіші құқық бөлім дейтін бір қанша бөлімдер бар екен. Барлығына құжат тапсырды, қол қойды. Содан бір Қытай істер бөлімінің бастығы бір жас қыз ба, келіншек па, сол қытайша біледі екен. Сонымен сөйлесе қалып, соны ананы айтып, мынаны айтып, мен осы Серікжанды сұрадым. Фамилиясымен қосып айттым. Соны ана қызметкеріне қарашы деді, бұрын келіп осы жерге арыз өткізген бе екен деп. Жоқ, аты жөнін білмейді екен. Қытай істер бөлімі. Қайтып сыртқы істер бөліміне барғанда сыртқы істер бөліміне. Ол жерден де сұрадым. Ол жерде деді, білмейміз деді. Сонда ол жерге бармаған болып тұрған. Бұл бір. Одан кейін енді барлығын ойлап көріп сол жерде қарасаңыз, тағы да осы Қытайдағы 3 миллион қазақтың мүддесін қорғау үшін халықаралық деңгейдегі бір ұйым сондай негізгі орындарға, парламенттерге қатқып кіргізу керек екендігін байқады. Ұйым атынан. Оны қабылдайды екен, халықаралық деңгейдегі ұйым. Оны тәптештеп отырып сұрап, жазып алады екен, одан кейін олар өздерінің саясат шығаруына пайдаланады екен. Міне осындай нәрселер. Ол алғы 10 мың арызды тапсырдым, немене дейді, пәлен сенатормен сөйлестім, түген жерге бүйтіп кіргізіп жібердім деген, ол бәрі өтірік халықты алдап отырған әңгіме болып отыр ғой. Енді жаңа өзіңді айтып өттің, енді бұдан кейін төменнен ақша жию немесе төменге барып анадан сөз баталу, мынадан сөз алу емес, бұл нәрсе енді халықаралану керек екен. 3 миллион қазақтың тағдыры халықаралану үшін халықаралық деңгейдегі саясаттың центрі болған, орталығы болған, экономиканың центрі орталығы болған сол Америка мемлекетінде халықаралық деңгейдегі ұйым құрылу керек екен қазақтың. Онда болмайтындығын міне бір қанша рет осы бір жылдың ішінде мен 4 жиынға бардым ба, Жапонияда, Америкада 2 жиын, Жапонияда бір, Германияда. Осы халықаралық 4 форумнан байқағанымыз сөзсіз халықаралық деңгейдегі кіші құқық қорғау қазақтың ұйымы болу керек. Бұл жерде ондай халықаралық жиналыстарда сіз жаңағы бір ұлттың уәкілі болғаннан кейін, ұлтқа уәкілдік ететін бір ұйымның адамы болғаннан кейін сізге арнаулы сөз беріледі, және белгілі бір тақырыпта. Бұл жердегі Шығыс Түркістандағы геноцид туралы жиналыс болса, мәселен, соның ішіндегі қазақтардың жағдайын сөйлеуге сізге бәлен уақыт беріледі, уақытыңыз да көп болады ол кезде. Мынандай нәрсе ғой, бірі Шығыс Түркістанда туылып өстік, тәрбие алдық, жұмыс істедік, о жақта туыс-туғанымыз бар. Бізге сен қайдан келдің деп ешкім айтпайды. Екіншіден, 2017-тен осы геноцид басталғаннан тартып осы жұмыспен айналысып келе жатырмыз. Сондай емес пе? Осы адамдардың кез келгенінің осы халықаралық деңгейде көтеру үшін жаңағындай ұйым болып топтасуына. Топтасу керек. Бұл әңгіме мынау Серікжан Біләштің сиыр құйымшақтатып жоғалуыменен жоғалып кетпеу керек. Бұл қайтадан жамп деп отырып бір ресми ұйым ретінде мына халықаралық демократияны қолдау қорлары бар, және басқа да ұйымдар бар. Осылардың көмегін ала отырып коммунизм құрбандарын, коммунизмнен зардап шегушілерді, зардап шегушілерді қолдайтын, соларды қорғайтын ұйымдар бар. Осыларменен бұрыннан біз енді байланыс жасап келе жатқан ұйымдар бар. Осыларменен байланыса отырып бір ұйым құрып, арнаулы Шығыс Түркістандағы 3 миллион қазақтың мәселесін көтерілетін ұйым әзір ауадай керек болып тұр.
бәрін айтты, бәрін айтты. Сол енді біз енді айтып әрі енді осыған енді өзімізді атсалысамыз ғой, жаман жетсінше. Біз енді осы іспен айналысып келе жатқаннан кейін жалғасты айланыса береміз. Жақсы. Жарайды, Жақсы, сау болыңыз.